әйел кісінің исламда орны көп. Исламда батыр әйелдерде өткен. Пайғамбарды қорғаймын деп қолына қылыш алған әйелдерде болған. Өзінің иманын сақтаған әйелдерде болған. Көп емес, бір әйел жайында мысал айтқым кеп тұр. Сабақ болсын деп. Оны анау-мынау еркек жасай алмаса керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Ми'ражға шыққанда жәннатты көрдім. Жәннатке кіргенде бір керемет мұрныма иіс келді дейді. Керемет иіс. Ол иісті өмірімде иіскеп көрмегенмін. Және өмірімде ұмыта алмасам да керек. Сонан Жибрилден сұрадым жанымдағы: бұл ненің иісі? Жибрил айтты дейді: бұл Фирауынның қыздарының шашын тарайтын қызметші әйелдің иісі деді. Пайғамбарымыз хикая айтып береді қалғанын. Фирауынның заманында бір әйел кісі иманын жасырып жүреді екен. Фирауынның қыздарының шашын тарап береді екен. Күндердің күнінде шашын тарап жатқанда қолынан тарақ түсіп кетеді. Сол тарақты аларда Бисмиллахи Рабби деп алады. Раббым болған Алланың атыменен деп. Сонда қызы айтады: Раббым дегенің, яғни қожайыным дегенің, ол менің әкем бе дейді. Жоқ дейді. Раббым дегенің, ол бүкіл әлемнің Раббысы, қожайыны. Менің де, сенің әкеңнің де қожайыны. Ол Аллах дейді. Онда мен басқаша ойлап жүрмін. Әкеме айтайыншы оның қожайыны бар деп әлгі қыз кетіп қалады. Сөйтіп әкетай, сенің де қожайының бар екен ғой дейді. Кім ол? Алла дейді. Кім айтты? Анау апай айтты. Ашуменен барады да шашынан сүйреп алып келдіргіз деп. Сен менен басқа Раббыңды тауып алғансың ба? Менен басқа сенің қожайының бар ма еді? Десе, иә дейді. Сенен де ұлы Раббым бар. Ол Аллах. Сенің де Раббың дейді. Оны көтер алмаған тәкаппар жан әлгі кісіні азаптайды. Хадисте келеді: жылан шаянға да шақтырады, қамшыменен осып тілдіреді де денесін. Бірақ ол кісі сол айтқанынан қайтпайды. Алладан басқа менің Раббым жоқ. Алладан басқа менің Раббым жоқ. Содан ашуланғаннан бір үлкен сиырды бүтіндей салалатындай үлкен қазан алып келеді. Қазанның үлкендігі бір сиырды бүтін салуға болады. Сол қазанға толтырып май құяды. Оны қайнатады от жағып. Әлгі әйелдің балаларын алып келеді. Айтқан сөзіңнен қайтасың ба? Жоқ. Балаларын біртіндеп майға лақтырып жатыр. Сақырлап тұрған қайнаған май ішіне бала түсіменен жұтып жатыр. Пісіп бөлек-бөлек болып жатқан балалар. Ақыры кезек келіп, қолындағы кішкентай сәбиі мен екеуін сол қазанның басына алып келеді. Қайтасың ба айтқаныңнан? Жоқ. Менің Раббым Алла. Қазанның жанына келгенде, әлгі қазанға өзім түсейін, мынау бала түспесін дегендей ойланып тоқтаған кезде, жөргектегі бала тілге келеді. Анашым, жәннат күтіп тұр ғой, неге тоқтадың деп. Осылайша
қайнаған майда екеуі де ғайып болады. Бірақ бұл осымен бітпейді. Ол кісінің жәннатта орны бар. Орнының соншалықты, жәннаттың иісі бір бөлек, ол кісінің иісі бір бөлек, аңқыған иіс болады.